Рамазан айы жомарттық айы деп аталады. Рамазан айы жомарттық айы деп те аталады, құрметті жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз осыған сай. Момын мұсылманның Алланың алдында дәрежесін өсіретін бір сипат, ол жомарттық. Жомарттық деген не? Жомарттық деген не? Жомарттық деген нәрсе, ол бір нәрсені біреумен бөлісуді қалап тұру. Ғалымдарымыз айтады, жомарт болу үшін бай болу шарт емес дейді. Енді осы жомарттық сипаты, ол бай болсаңыз да, кедей болсаңыз да жүре беретін амал екен. Қазақта да сөз бар ғой, кедей жомарт деген. Естігесіздер ме? Кедей жомарт деген қазақта сөз бар. Яғни өзіне берген рызықтың бір бөлігін бөлісуді қалап тұратын, ағайын туысына қалап тұратын, көршісіне қалап тұратын, достарына қалап тұратын, әрдайым қонақ шақырғысы келетін, біреуге сыйлық бергісі келетін адамды міне жомарттық дейді. Ол бай болудан шарт емес. Жомарттық мұсылманға өте жағымды сипат, өте көрікті сипат. Момын мұсылман деген тұлғаның сипатын арттыратын сипат. Ол қарапайым мұсылманда жақсы сипат, бай мұсылманда өте жақсы сипат екен ол. Құрметті жамағат. Сондықтан Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтқандай, астағфирулла, не деді? Алиф лам мим заликал китабу ла райба фиһи һудал лил муттақин аллазина, не деді? Юъминуна бил ғайби ва юқимуна ссалата ва мимма разақнахум юнфиқун. Сондай шынайы иман келтіргендер, Аллаға ғайыптан сенгендер, намаздарын орындағандар, және де Алланың бергенінен жұмсағандар деген аят бар. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ас-сахию қарибун миналла деді. Жомарт адам Аллаға жақын деді. Ва қарибун минал жанна. Жомарт адам Аллаға жақын деді. Ас-сахию қарибун минал жанна. Жомарт адам жәннатқа жақын деді. Ас-сахию қарибун минан нас деді. Жомарт адам адамдарға жақын деді. Міне, одан кейін айтады, ва баидун, ал жомарт адам неден алыс деді? Тозақтан алыс деді. Құрмет жамағат, міне, сол үшін міне Рамазан бұл жомарттық ай. Ол жомарт болу үшін бір бай болу шарт емес, қайталап айтайық. Бай болу үшін жомарт болу керек. Және жомарттық деген нәрсе мал дүниеңізді сарып қылып тастау емес, ысырап қылып тастап, артынан өзіңіз бармағыңызды тістеп отыру емес. Жомарттық жасалғаннан кейін ол көкіректе өкініш болмау керек. Иманыңыздың деңгейіне қарай ол жасалу керек. Жомарттықта иманыңыздың деңгейіне қарай жасалу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алла жолында кім жомарттық жасайды деген кезде бір талай кісілер үйіндегі бір бөлік заттарын алып келді. Жау келе жатыр, Медине қаласын қорғау керек, не істеу керек дегенде, әркім өз жағдай жеткенше қазынаға ақша құйды. Біреу затын әкелді, біреу басқасын әкелді. Сонда Омар ибн Хаттаб дүниесінің тең жарысын әкелген екен. Өзі иеленетін дүниесінің тең жарысын әкелген екен. Содан кейін барып Абу Бакыр дүниесінің бәрін әкелген екен. Пайғамбарымыз екеуінен де қабылдаған екен. Сонда бұл жерде қандай қорытынды шығады? Бұл жерде әркім өзінің имани деңгейіне қарай
жомарттық жасай білді. Абу Бакр радиаллаху анхудың жомарттығы ол аса үлкен жомарттық. Қазір жомарттықтың дәрежелеріне тоқтаймыз. Оны ол кісінің иманы көтере алды. Ал енді береріңізді беріп ап, кейіннен неменеге өзімше жомарттығым ұстап кетті, енді өзім тапшы болып отырым деген өкінетінде иман деңгейіңіз болса, ол нәрсеге бармаңыз. Сіздің иман деңгейіңізге қарай болу керек. Жомарттық деген нәрсе. Бірақ жомарт адам, құрметті жамағат, ең бақытты адам. Жомарт адам Алланың разылығын, халықтың алғысын алып жүретін адам. Жомарт адам жаңағындай айтқандай Аллаға да, жәннатқа да, адамдарға да жақындататын амал екен. Енді осы жомарттықтың 3 түрі бар дейді ғалымдарымыз, 3 дәрежесі. Бірінші сахиюн. Ол мал мүлкінен әрдайым бір бөлігін беруді қалап тұратын адам. Оннан бірі ма, оннан екісін ба, әйтеуір мал дүниесінің бір бөлігін өзіме, мынау бауырларыма, мынау туысқаныма, мынау көршіме, мынау мұқтаждарға деп соны қалап, сөйтіп жоспарлап, мал мүлкінің бір бөлігін сөйтіп таратуды әрдайым жоспарлап жүретін адам. Бұл жомарттықтың қай деңгейі дейді? Жаңағы сахиюн деңгейі дейді. Екінші жомарттықты әл-жуду дейді. Жуд деген сөз пайғамбарымызға айтылған сипат. Ол мал дүниесінің тең жартысына дейін бере алатын адам екен. Мал дүниесінің тең жартысына дейін бере алатын адам. Оған жету қиын негіз. Бірақ ондай адамдар аз. Тарихта да аз, қоғамда да аз. Мал дүниесінің тең жартысын Алла жолында мұқтаждарға, ғаріптерге, мұсафирлерге, ілім жолындағыларға, басқаларға, Алла жолына беретін адам. Үшінші жомарттықты енді қасиетті Құран-ы Кәрімде де айтады, ол исарун дейді. Исарун деген нәрсе өзіне керек нәрсені де қиып басқа біреуге бере алған адам. Жаңағы Абу Бәкірлердің жомарттығы дейді. Бұндай жомарттыққа да терең имандылық керек. Бұндай жомарттыққа да терең не керек? Имандылық керек. Жаңағы Абу Бәкір бүткіл дүниесін алып кеп өткізген кезде кейбір сахабилерде сөйткен екен. Бізде Абу Бәкірден қаламыз ба деп. Құдай жолында ел үшін, жер үшін, мына елді қорғау үшін берейік деп алып келген кезде пайғамбарымыз біразын қайтарып жүрген екен. Жоқ, мынаны бер жетеді болды, қалған үйіңе апар, өзіңе бала-шағаңа керек болады. Неге дегенде ғалымдарымыз осы жерде қорытынды жасайды, ол жерде жомарттықпен қатар имандылықтың дәрежесі қатар жүру керек. Имандылықтың соны көтере алатын терең иманды яқин деңгейіне жеткен жағдайда ол жомарттық болады екен. Ең жаман нәрсе жамағат сараңдық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғалары бар, осыны жаттап жүрек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Аллахумма инни аузу бика минал бухли вал жубун дейді. Күнде таңертең кешке оқыған. Аллахумма инни аузу бика минал бухли вал жубун. Алла тағалам, мен сенен сақтанамын сараңдықтан және қорқақтықтан дейді. Екеуі де жаман қасиет. Минал бухли вал жубун. Ва минал куфри вал фақр. Күпірліктен және кедейліктен дейді. Сол сияқты сараңдық деген ең Құдай сақтасын жаман сипат. Қазақта да сараңбай дейді ғой. Сараңдық деген ол сондай бір деңгей болады екен сараңдықтың да. Сараңдықтың деңгейлері болады екен. Оларда да дәреже болады екен. Мынандай сараңдық болады екен. Өзім ғана дейді сараңдық. Өзім жесем, өзім кисем. Өзім отбасым ғана деген. Ол да сараңдықтың түрі екен. Көрдіңіз ба?
Тіпті содан кейін барып сараңдық дами береді екен, өзім ғана деп өзінің әйелінен, баласынан аяйтын деңгейге апарады екен, сондай сараңдыққа жетеді екен ол адам, сараң бола берсе. Содан қоймай, сараңдық деген ауру өзінен де аятып тастайды екен. Өзінен де аятып тастайды екен. Біздің ауылда бір кісі болған, енді атын атап түсін түстемей қойын, бай негізі. Магазиндері бар, күшті тұрады негізі. Ауылда ең үлкен магазин сол кісінікі болатын. Бірақ қайыршы сияқты жүреді ғой ол. Қайыршы сияқты кәдімгі. Анандай бір мотосы бар, тыр-тыр етіп жүретін. Артында телешкісі бар. Көшеде кетіп бара жатып, бөтелке жатса, бөтелке салып алады. Кардон ұшып бара жатса бар, кардон салып алады. Сөйтіп, не өзіне киім алмайды, не өзіне көлік алмайды. Ананы алып, соны өткізіп, бүйтіп, сөйтіп. Сосын енді ауылда бәрі темекі тартады ғой жаңағы. Өзіне темекі тартады. Жаңағы құрықта тұрса, жаңағы талай енді білеміз ғой ауылда. Үлкен кісілерсе, темекі берші деп сұрап темекі тартатын да. Өзіндікі бар бірақ негізі. Сондай деңгейге нетіп кеткен сараңдық адамды асқындырып тастайды, Алла сақтасын. Сол үшін құрметті жамағат, сараңдық ауруына адам душар болып қалады екен. Егер бере білмесеңіз, сараңдық сізге жұға береді, ол дами береді. Ал енді қасиетті Құран-ы Кәрімде не деді? Мал дүниелерін сараңдық етіп сақтағандар, қиямет қайымда сол мал дүниелері оларды ютауақуна, жылан сияқты орап азаптайтын болады деді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не деді? Сараң адамның қабір азабы деді. Ол бүткіл дүниесі деді, шұбар жыланға айналады. Сонымен ол сараңдық қылған дүниесі оны бүткіл кеудесін, қабырғасын қысып, тура шекесінен шағатын азап береді деді. Алла сақтасын. Сондықтан мына сараңдықтан сақ болуымыз керек. Жомарт болу үшін құрметті жамағат бай болу шарт емес. Осыны түсініп алайықшы. Жомарт болу үшін бай болу шарт емес. Керісінше бай болу үшін жомарт болу керек. Кім бай болам десе жомарт болу керек. Беру керек. Кейде менен қайда ақша сұрайды. Болады ғой. Өзіңде жоқ болып қалады. Біреуден қарыз алып бере саласың. Өйткені не деді? Алла тағала «Вәлә сәилә фәлә тәнхар» сұрап келушінің қолын қайтарма деді. Мысалы, мешіттен шығасыздар, қазір, мысалы, шығасыздар. Біреулер ақша сұрап тұрады. Сізден, именно сізден кеп сұрайды. Анау бермей қойған жаман негіз. 10 теңге болса да беріңіз. 100 теңге болса да беріңіз. Өйткені анау жаман қасиет орнақтады сізге. Интернет листовать етіп отырасыз, біреу ауырып жатқан, біреудің үйі өртеніп кеткен, біреу сбор жинап баласын емдете алмай жатыр. Ана әдет қылмаңыз, қойшы бұндайлар көбейіп кетті деген. Дұрыс емес ол. 100 теңге болса да жібере салыңыз. Сіз өзіңіз не істеп қалдыңыз? Жаңа сараңдық деген нәрседен ұстап қалдыңыз. 100 теңге болсын, жағдай 1000 теңге болсын. Өзіңіздің неңізге байланысты, материал жағдайыңызға, қалтаңызға байланысты. Ола тұрған еш нәрсе жоқ. Сол 100 теңгеңіз шынай берсеңіз 1000 теңге болып қайтып келеді. Мен мынау талай имам болғаннан кейін талай жамағатпен де, кәсіпкерлермен де араласамыз ғой. Шын, мысалы, жомарт кәсіпкерлер бар, Құдай берген үстіне беріп жатыр да оларға. Өздері де таңғалады, Құдай мұны яғынан етсің, мұны яғынан береді дейді. Сондықтан міне жомарт Аллаға жақын деген сөз содан ақ түсінікті. Көрдіңіздер ме? Алла өзі жомарт адамды қорғайды. Мысалы, жаңа уағызды қарап отырсам, тарихта небір түрлі жомарт адамдар болған екен. Біз араб елінің бір осы миллиардерін жазыпты жаңа. Ойлаңызшы, 950 құдық қаздырған, 760 мешіт салдырған, 820 мектеп салдырған. Бір адам 4 университет салдырған. Не жомарттық деген нәрсе Құдай бере береді. Құдайға берсең, Алла саған береді. Бірақ бәрі Алладан жеңілесің.
бірақ Аллаға бере берсең, Алла саған бере береді. Алла үшін мә десең, Алла мә саған дейді. Бірақ сол деңгейде иман болу керек. Сондай деңгейде өссе, Құдай тағала сіздің дәрежеңізді екі өмірде өсіреді иншалла. Алла тағала осы қасиетті Рамазан айында жомарттық қасиеттеріміздің артылуын Алла нәсіп етсін. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сахабилер сипаттады. Алланың елшісі жомарт еді деді. Бірақ Рамазан айы келген кезде, әсіресе соңғы 10 күнінде жомарттығы жылдам жел сияқты болды деді. Яғни жомарттығы өте не болған, көп барын берген, барымен бөліскен, сондай жақсы қасиетті амалдар жасаған екен. Алла тағала баршаларымыздың мал дүниемізге береке берсін, бойымыздағы жақсы қасиет, жомарттық қасиетімізді Алла оятсын. Алла баршамызды сараңдықтан сақтасын. Амин. Аллахумма зикрик ва шукрика ва хусна ибадатик би рахматик.